Қайырлы күн баршаларыңызға. Менің есімім Санжар Айдар. Негізінде бұл менің ашқан YouTube арнамның бағыты аздап басқалау еді, бірақ та қазіргі таңда елімізде және оның сырт аумағында болып жатқан түрлі жағдайларға байланысты осы тақырыпта видео түсіруді жөн көрген болатынмын. Себебі мен өзім кәсіпкер болып келем және менің тікелей өзімнің айналысатын нәрселердің барлығы тікелей осы әлеуметтік желілерге негізделген және солардан байланысты болып келеді. Енді бүгінгі тақырып біздің Instagram және Facebook әлеуметтік желілері Қазақстанда бұғатталуы мүмкін бе? Мінекей осының барлығын бүгін талқылайтын боламыз. Сонымен дайынсыз ба? Онда кеттік. Алдымен бұның барлығының қайдан басталғанын шешіп алайық. Яғни бүгінгі осы видеоны тікелей осы наурыздың болған жаңалықтарына арнағым келіп отыр. Ең бастапқы 4 наурыздан бастап көрейік. 4 наурыз күні Facebook әлеуметтік желілері бұл әлеуметтік желіге кірудегі белгілі бар қиындықтардың бар екен айтқан еді. Сөйтсе, бұның барлығын жасап отқан Роскомнадзордың өзі. Оның басты себебі ретінде олар өздерінің 4 басты бұқаралық ақпарат құралдарының доступтарын банға кеткендерін айтып жатады. Яғни бұның барлығы кінәнің барлығы Facebooktың өзінде деп. Facebook болса бұл 4 бұқаралық ақпарат құралдар каналдарын оларға ашып бермей, олардың басты қойған шарттарын орындамаған еді. 5 наурыз Роскомнадзордың өзі бүкіл Ресей аумағында осы Facebook әлеуметтік желісін бұғаттайтыны жайлы хабар шығарған еді. Оның басты себебі жаңағы айтылған бұқаралық ақпараттардың блокқа кеткені және бірқатар басқа да себептер болып келеді. 7 наурыз TikTok әлеуметтік желісі Ресейдегі өз жұмысын тоқтатқан еді. Бұны осы TikToktың басшысы фейктер туралы заңына байланысты деп айтқан еді. Негізінде TikTok әлеуметтік желісі бұл пайдаланушылардың көңілін көтеру үшін, белгілі бір өнерлерін ашып, творчествоға жақын болу үшін ашылған еді деп хабарлайды. Бірақ та қазіргі таңда осы болып жатқан жағдайлардың барлығына байланысты фейктердің өте көптігі үшін бұл әлеуметтік желіні Ресей аумағында уақытша тоқтатамыз деп шешті. 9 наурыз Instagram Ресей және Украинадағы аккаунттардың подписки бөлімін көрсетпейтінін айтқан еді. Сөйтіп, Ресейдегі бұқаралық ақпарат құралдары мүлдем рекомендацияға көрінбейтінін айтты. 10 наурыз YouTube әлеуметтік желісі Ресейдегі премиум подписки бөлімін мүмкін емес етіп жасаған болатын. Сөйтіп, бүкіл блогерлерге тиімді болып жатқан монетизацияны мүлдем алып тастаған еді. Кейін уақыт өте келе Twitch деп аталатын стримингтік сервисте тура солай монетизацияның мүмкін еместігін және блогерлер өзінің жиған терген ақшасын бұдан ары енді өз карталарына шығарып ала алмайтынын айтқан еді. 11 наурыз Instagram және Facebook әлеуметтік желінің пайдаланушыларына Ресей әскерін зорлық-зомбылыққа шақыруға рұқсат берілді. Бұл жайлы Meta компаниясының пресс-секретары Энди Стоун өзінің твиттерінде айтып өткен еді. Яғни бұндай хаттар үшін ендігі блоктар қойылмайтынын айтты. Кейін Ресей Госдумасында бұл іс-әрекеттердің барлығын орынсыз деп санап, өз елінде нақты Instagram мен Facebook'ты бұғаттайтынын хабарлады. 12 наурыз Ресей ген прокуратурасы мен нақты Instagram әлеуметтік желісі 14 наурыз күні 00:00 сағатта нақты бұғатталатыны расталған еді. Ал енді осы болып жатқан нәрселердің барлығына жеке өз ойымды айта кететін болсам, қазіргі таңда байқап жатқанымызда енді түрлі ресейлік блогерлердің енді көбісі деп айтайық, барлығы Instagramның бұғатталатынын білгеннен кейін, оған дейін де бірнеше күн бұрын оқырмандарды өздерінің Telegram әлеуметтік желілеріне, ВКонтакте әлеуметтік желілеріне және VPN-ді қосуға шақырған еді. Ал қалған блогерлердің барлығы шетел асып, сол жерде саяхаттап жатыр. Мысал ретінде біздің байқағанымызда қазіргі таңда ресейліктерге Дубай толығымен ашық және Түркия мемлекеті өз есіктерін ашуда. Енді әрине Қазақстанға келетін болсақ, бұл әлеуметтік желілер бізде бұғатталуы мүмкін ба деген сұрақ туындайды. Себебі көбінесе кәсіптердің енді өте көп пайызы осы тікелей әлеуметтік желілерге тәуелді болып келеді және толықтай кәсібі осы желілерсіз жұмыс жасалмай қалуы мүмкін. Біз енді ресейлік брендтердің, ресейлердің кәсіптерінің жабылуынан осы жерден байқап жатамыз. Мен әрине осы нәрселердің барлығының Қазақстанның болуына тікелей қарсы болып келемін, себебі біздегі кәсіптердің енді көбісі тікелей осы әлеуметтік желілерге негізделген. Бұл желілер жабылып қалған жағдайда ары қарай не болатыны шынымен де белгісіз және ол нәрсені негізі ойламаған да абзал. Бірақ та соның өзінде барлығына дайын болған дұрыс, себебі бұл нәрселер болғанның өзінде олар айтып келмейді, тура қаңтар оқиғасы сияқты
ол нәрсе болды және адамдардың барлығы тура солай сол нәрсені қабылдай алды. Мысал ретінде біз Алматы қаласында жарықсыз, мысал ретінде қажетті азық-түліксіз немесе ғаламторсыз бір апталап отқан уақыттар да болды. Бұл жерде тура осындай жағдай орын алуы мүмкін. Еш нәрсені әзірше ешкім болжап айта алмай тұр. Менің өзімнің жеке ойым, Инстаграмдағы жалпы әлеуметтік желідегі ғаламтордағы нәрселердің барлығын ең соңғы күн ретінде қабылдауымыз керек. Ертең болып қалса, не істейміз деген сұраққа тікелей өзімізге жауап беруіміз керек.